Мен оларға ондай мұғжиза жібермеймін дейді Алла Тағала. Бірақ мен оларға басқа нәрсе жіберіп тұрам дейді. Әр заманда, қияметке дейін. Не нәрсе ол? ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد дейді. Ол иман келтірмейтіндерді мен жайына қалдырмайым дейді. Мен олардың істеп жатқан істері үшін апат жіберіп тұрам дейді. Әр заманда. Өзі апат. Күнде өздеріміз байқап жүрміз ғой. Әрбір ана жақта бір апат болыпты, ана жақта не болыпты, торнадо болыпты, цунами болыпты, тасқын болыпты. Ана жақында да Ресейде бір үлкен желдер болды емес пе? Түгелін қопарып кеткен, қаншама адам қырылды, қаншама ағаш құлаған. Мысалы өзіңіз ойлаңыз. Алланың әмірі ешкім тоқтатамай қалады. Ол егер келсе, ондай нәрсе, адам жоғалтады, адам есін жоғалтады. Адам деген қай жаққа қашарын білмей қалады да. Сол апатты дейді Алла Тағала. Мен сол апатты жіберіп тұрам дейді. Егер тап-таза белгілі бір елде таза имансыздар болса, ортасына жібереді екен азапты. Ал егер о жерде Аллаға құлшылық жасап атқан құлдар жүрсе, құриба мин дарихим, ауылдарының шетінен жіберем дейді. Көрдіңіз бе? Осылайша осындай бір апаттарды ғана, табиғи апаттарды жіберіп тұрамын, нақты уәдем қияметім келгенше деп отыр ғой Алла. Ал ол күн келетін күні мен уәдемді бұзбаймын дейді. Келтірем дейді мен оны. Сондықтан ол адамдар да білет қазір. Қай жерде намаз оқитындар әрбір елде болу керек. Сол кезде апат елдің ортасына келмейді. Түсініңіз бе? Қазір намаз оқитындар әрбір елде бар. Әрбір елде бар да апаттар шетке. Ол мұсылмандарда керек. Түсіндіңіз бе қандай мәселе? Өйткені وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Алла азаптаушы емес оларды, егерде олар күнәларына кешірім сұрап жатса дейді. Қай жерде истиғфар айтылып жатқан дегендей нәрселер бар да. А бұл мұсылмандарда сол кезде жаңа сахабалардың қасындағыны олар менсінбеді. А сөйтсе сол мұсылмандар сол Меккеде жүрген себепті аман жүр екен ғой бәрі. Көрдіңіз бе? Сол пайғамбар салсам іштерінде жүргендіктен аман жүр екен ғой. Ал оны олар қуып шығамыз деп қояды. Мысалы, қуып шықсаң бітті, келді ғой азап. Көрдіңіз бе? وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Алла оларды азаптамайды, ей пайғамбар, сен олардың іштерінде болғанша дейді. Ал бұл заманда пайғамбарымыз болғанмен Құран сөйленгенше, Құран сөйленіп жатса, бұл заманда пайғамбарымыз болғанмен Құран сөйленгенше, Құран сөйленіп жатса, азапталмайды. Және де кешірім сұрап жатса құлдар, бүгін ертең біреу тәубаға келді, бір күні біреу тәубаға келеді, тағы біреу тәубаға келіп жатыр, осы нәрсе болып жатыр. Алла Тағала азаптаушы емес дейді. Не үшін азаптасын дейді сендерді? Жалынып жатсаң. Алланы мойындаған үн шығып жатса, не үшін азаптайын дейді оны.